Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ванильный бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менде жұмыртқалар осындай кішкентай, сондықтан мен 4 данасын пайдаланамын. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен болса, онда 3-ін пайдаланасыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызын миксермен араластырамыз және оған 90 грамм шекерімізді бөліп саламыз. Жұмыртқамыздың ағы осылай көпіргеннен кейін сарысына кішкене тұз салып, ванилия қосамыз. Енді осы жұмыртқамыздың сарысын ағына салып, миксермен араластырамыз. Ұнымызды еліктен өткізіп, лопатканың көмегімен араластырамыз. Шемшік майы мен сүтімізге жаңағы массамыздың кішкене бөлігін салып араластырамыз. Араластырып болған соң оны осы массамызға қайтадан құйып араластырамыз. Мендегі форманың диаметрі 16. Егер сіздер үлкен бисквит жасайтын болсаңыздар, онда құрамын 2 есе көбейтіп жасайсыздар. 170 градуста 35-30 минут пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер.